Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте тойымды, етсіз жасалатын асқабақ қосылған ораманың рецептісін ұсынатын боламын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі ұнды илектен өткізіп аламыз. Алдын ала үстіне жұмыртқаны саламыз және суымызға тұзды салып, жақсылап тұзымыз ерігенше араластырып, жаңағы ұнның үстіне қоса отырып, шетінен қоса отырып, жақсылап араластырамыз. Алғашында осылай қасықтың көмегімен араластырамыз, кейіннен қолымызбен жұмсақ қылып, қаттылау қылып, орташа қаттылау қылып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырды неғұрлым көбірек илесек, біздің қамырымыз соғұрлым жақсы жайылады және жақсы шығатын болады. Құрамындағы заттарын видеоның астындағы описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Мінекей бізде осындай қамырымыз пайда болды. Енді бетін жауып, қамырымызды тындырып қоямыз. Ал оған дейін начинкасын дайындайтын боламыз. Асқабақты алдын ала жақсылап жуып тазалап, теркадан өткізіп алдым. Енді үстіне 4-5 қылып кубиктап пиязды қосамыз және картопты да қосып аламыз. Үстіне және осылай туралынған құйрық майдан қосып жіберетін боламыз. Енді татымына қарай тұзымызды және осындай аскөкті және қара бұрышты қосамыз және сұйық май қосып, барлығын жақсылап біріктіріп, бір-біріне дәмі сіңгенше толықтай жақсылап араластырып алатын боламыз. Сұйық майды қосқан себебіміз біздің начинкамыз құрғақ болып қалмас үшін. Мінекей тағы да арасында әр 10 минут сайын осылай қамырымызды илесек, бізде қамырымыз теп-тегіс болып шығатын болады. 4 жуала қылып осылай дайындап алдым. Кішірек қылып, енді шетінен жаятын боламын. Алдымен осылай қолдың көмегімен басып шығып дайындап аламыз. Кейіннен оқтаудың көмегімен дәл осылай дайындайтын боламыз. Содан соң барып ұнымызды себе отырып, оқтаудың екі шетін баса отырып, қамырымызды жаятын боламыз. Ешқандай салмақ салмай-ақ, жай ғана оқтаудың екі шетіне орап басып отырсаңыздар, біздің қамырымыз оңай жайылатын болады. Неғұрлым қамырымызды жұқа қылып жайсақ, соғұрлым біздің орамамыз өте дәмді және керемет болып шығады. Мінекей барынша жақсылап жаямыз. Арасында жабысып жатқан жағдайда кішкене ұн сеуіп жіберуді ұмытпаңыздар. Мінекей достар, біздің қамырымыз осымен дайын болды. Видеодан көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз жұп-жұпқа болып шықты. Енді осы қамырдың үстіне сұйық майымызды құйып, осындай щетканың көмегімен немесе қолдың көмегімен жақсылап барлық шетіне тигізіп, сұйық майды жағып шығамыз. Арасына начинкамызды салып, начинкамызды да барлық жеріне осылай видеодағыдай жайғастырып аламыз. Енді қамырдың шетінен бастап жайлап орап алатын боламыз. Неғұрлым начинкаларыңыз көбірек болса, соғұрлым біздің қамырымыз дәмді әрі тойымды болады. Дәл видеодағыдай орап алып, листімізді алдын ала майлап, қамырымызды орналастырып шығамыз. Және бетіне мен осылай сұйық майды жағып шықтым. Қалауларыңыз бойынша жақпай-ақ қойсаңыздар да болады. Және алдын ала суымызды қайнатып аламыз да 45 минутқа толықтай піскенше қайнатып аламыз. Мінекей достар, осымен біздің орамамыз дайын болып шықты. Салатпен, осындай айранмен жесеңіздер тіпті керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.